Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге мен Айнұр. Бүгін мен сіздермен бірге өте жұмсақ әрі дәмді булушка тәтті бөлкелер жасайтын боламыз. Бұл бөлкелер шын мәнісінде өте дәмді, бір жасағаннан керемет, үй жағдайында тез дайындалады. Видеоны көрместен бұрын лайк басып, арнаға тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы керек. Оның үстіне бөлме температурасындағы сармайды салып, сол ыстық сүттің ішінде ерітуіміз керек. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық, оның үстіне шым-шым тұз саламыз. Және 4 ас қасық немесе 3 ас қасық қант қосамыз. Тағы да жақсылап венчикпен араластырамыз. Араластырып болдық, енді оның үстіне ашытқыны қосамыз, құрғақ ашытқы. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне бір дана жұмыртқамызды жарамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық, енді оны өз қалауыңызша ұн қосасыздар. Бір келкі қамыр болғанша қосуларыңыз керек. Мен алдын ала илектен өткен ұн, сіздер де илектен өткізіп алуларыңыз қажет. Мен біртіндеп салып отырамын. Бәрін бірдей сап жүрсем, менің қамырым көтерілмей қалуы мүмкін. Осылай қолмен иеміз. Неге біздің қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илеп шықтық. Енді бұның бетін таза целлофанмен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей достар, бізде 1 сағат тұрды. Жақсы болып көтерілді. Мінекей өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шықты. Ыдысымызды шетке алып, ұнымызды себелейміз. Біз қазір осы жерге қамырды қойып кесетін боламыз. Ең алдымен қамырымызды осылай шығарып аламыз. Енді бөліктерге кесеміз. Менде 5 бөлік пайда болды. Енді осылай барлығын домалатып шығамыз. Кейін оны қамырға жайып, рогаликтер істейміз. Егер сіз басқа пішінін ұнатқан болсаңыздар, сол пішінмен де жасай берсеңіздер болады. Менде 5 бөлік шықты. Енді бұларды қамырмен жайып шығамыз. Бетін бірінші алдымен жауып 5 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Кейін бірінші қамырымызды алып, оның үстіне ұн сеуіп, жақсылап оқтаумен жайып шығатын боламыз.
Жайып шықтық. Міне, шұқалығы осындай болады. Ал енді менде осындай арнайы кескіш бар. Сіздер ондай болмаса, пышақпен де кесе берсеңіздер болады. Мен осылай кесіп шығамын, маған солай ыңғайлы. Енді алып осылай рогаликке ораймыз. Еш қиындығы жоқ. Осындай әп-әдемі рогаликтер шығады. Барлығын осылайша орап шығамыз. Өте дәмді болып шығады. Табамызға саламыз. Бетіне бір дана жұмыртқаны саламыз. Әсемдік үшін қант немесе күнжіт салсаңыздар болады. Бетіне жақсылап жағып шығамыз. Щоткамен немесе қолмен жағып шықсаңыздар да болады. Мен щоткамен жағып шықтым. Енді бұны 180 градуста 30 минут немесе 25 минутта салып аламыз. Мінекей достар, бізде осындай өте дәмді рогаликтер пісіп шықты. Өте дәмді, жұмсақ әрі керемет болған рогаликтердің рецебін сіздермен бөліскеніме қуаныштымын. Видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар.